Бәріңе сәлем достар, бүгін осындай өте дәмді пияз қосылған қаттаманы қалай жасайтынын көрсетемін. Алдымен ұнға кішкене тұз қосып, су құямыз. Кейін бір қасық күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырамыз. Қамыр дайын болған соң оларды бөліп, әрқайсысын майлап 15 минутқа қойып қоямыз. Қамырды жұқа қылып жайып аламыз. Пиязды қара бұрышпен араластырып алып, қамырдың бетін күнбағыс майымен жағып, пиязды саламыз. Қамырды видеодағыдай ораймыз. Және 5-10 минутқа қойып қоямыз. 5-10 минут өткен соң қамырды жаямыз. Табаға бір қасық күнбағыс майын қосып, орташа отта пісіреміз. Пияз қосылған қаттаманан дайын болды. Өте дәмді, жасап көріңіздер.